қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыз денсаулыққа апарар жол. Балалар, денсаулықты сақтауымыз үшін адам жанының тазалығы мен адамның денсаулығы ең қажет бізге, балалар. Олай болса, біз денені тек қана шынықтырумен ғана денсаулықты таза ұстамауымыз керек. Біз әрі оған қоса жанымызды таза ұстау керек. Адамның денсаулығы жанының саулығына байланысты екен. Олай болса, сенің ішкі жан дүниең, рухани байлығың болу керек. Рухани ішкі жан дүниең таза болу керек. Олай болса, адам таза сөз айтып, жақсы сөз айтып, мәдениетті сөйлеп, дөрекі сөз сөйлемей, тек қана жағымды, көңілге қонымды сөздерді айтуымыз керек екен, балалар. Олай болса, біз денсаулықтың қадірін біз ауырғандар деген мақалымыз, денсаулық зор байлық екенін түсінеміз. Олай болса, бүгінгі дәйек сөзімізге мән берейік, балалар. Жаны саудың кәні сау. Кәнекей бәріміз бірдей қайталап айтайықшы. Жаны сау, кәні сау. Тағы да қайталаймыз. Жаны саудың кәні сау. Жаны саудың кәні сау. Сенің күлкің әдемі. Сенің шашың әдемі. Сенің әлемің әдемі. Сенің көзің әдемі. Сенің оқуың әдемі. Сенің бойың әдемі. Сенің көзің әдемі. Сіздің сабағыңыз әдемі. Қандай керемет, балалар. Өте бәріміздің де денсаулығымызға пайдалы, өз ойларымен жақсы әдемі сөздерін айтыңдар. Енді менің оң жағымдағы оң тазалық тобына, сол жағымдағы спорт тобына жайғасайық, орындарыңызға. Біз осы денсаулыққа апарар жол тақырыбына байланысты бейне жазбаға мән берейік. Бәріміз тақтаға қараймыз, кәнекей. Жоқ болмай, неге болған дұрыс? Тек су ақыры триптайды ғой, одан қатталып қалмасын. Данажан, ауылды асқындырып алмау үшін суықтан сақтанып емделу қажет. Аға, ауырды ауырмадың, амалы бар ма? Бар, ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамда ауылға шалдықтыратын түрлі вирустар бар. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейте, ауруларға қарсы алдын ала емдеу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Бейне жазбада не оқыңдар, балалар? Қандай жемістер жеу керек екен? Алма, дұрыс. Тағы? Алмұрт, тағы? Дұрыс. Тағы? Қандай жеміс жеу керек екен? Апельсин, дұрыс. Тағы? Банан, дұрыс. Қарбыз, дұрыс. Дұрыс. Ал енді келесі бұл. Ал денсаулықты дұрыс сақтау үшін тағы да видеороликте нені көрдіңдер, балалар? Немен айналысты? Спортпен тағы нені жуу керек екен? Иә, тісімізді таза ұстап. Нені қолымызды? Иә, содан кейін бәрін тазалап не істеп тұруымыз керек екен? Тұруымыз керек екен. Ал олай болса, балалар, біз бүгін осы дене шынықтыру пәніне өзімізді саулығына көргенді тақтаға қарай қылып, мына балалар қандай күй келді, балалар? Осы
айналышы керек. Иә, таңертең Таңертең тұрып жүгіру керек. дұрыс. Отыра ғой. Ал, секіру керек, дұрыс. Гимнастика жасау. Қалай? Гимнастика. Жасау керек, дұрыс. Ал, тағы билеу керек. Бәрі балалар өте керемет. Сендер сергек болып сезінесіңдер, иә? Спортпен айналысатын адамдар өте сергек. Ал оны денсаулыққа апарушылықтың ең бірінші мақсаты біздің ақиқатпен, шындықпен жүрген күнімізді. Бір болса денсаулығымыз зор байлық екен балалар, денсаулық. Және денсаулық адамға ең бірінші тазалықты, спортпен шынығуды және үнемі таза жүруді үйретеді екен. Олай болса біз бұл сабағымызда тек қана шыныққаннан емес, оймен де таза сөйлеуіміз керек екен. Оймен де денсаулықтың жақсы болатынын білдіреміз. Егер біреуге жағымсыз дөрекі сөз айтатын болса, ол адамның көңіл күйі қандай болады? Ауырып қалады, иә, сол сөзде. Сондықтан да үнемі біз жақсы сөз айтып, көңілді сөз айтып, жаңа сендер айтып кеткендей қуанатын сөздерді айтуымыз керек екен. Ал қойылған болса да тақтадан көріп тұрсыздар, адам денсаулығына жақын достарды, адам денсаулығына белгілі және қажетті заттарды біз көріп тұрмыз мына жерде. Денсаулық баға жетпес байлық. Таза болсын ой-санаң. Денсаулық жасарар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген. Дені саудың жаны сау. Денсаулығыңды сақтасаң, түзу өсесің. Ешкімге қиянат жасама. Сақта жолын сен тауып, осы жақтан балалық. Жан ауырса, тән азаяды. Байлық, денсаулық, бабам айтқан даналық. Денсаулық ол күлуін, көңіл күйін жадырай. Ал егер болса, бізге берілген шығармашылық тапсырманы орындадық. Бәріміз суретті бояп шықтық. Тапсырмалар керемет, қандай кәнекей, өте тамаша, дұрыс тапқансыңдар. Бірінші бояпты. Керемет. Ал енді мына тұрсыға кәнекей қалай ойнасыңдар. Дұрыс, тамаша. Сармин. Бұл тапта да бірінші бояп кеткен оқушылар. Қандай керемет жұмыс істеп жатыр, өте тамаша. Өте керемет. Жарайсыңдар балалар. Бірінші бояп кетті. Жарайсыңдар, міне болды. Керемет. Кәнекей бәріміз де сабақ ұнады ма балалар? Олай болса, кәні бәріміз тақтаға алма ағашына ризашылығымызды білдіріп, бәріміз жабыстырып біткендерін кәні орнымызға қарай отырамыз кәні. Кім бітті, кәнекей орнымызға жайғасамыз. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, олай болса, біз денсаулығымыз жақсы болу үшін не істеуіміз керек екен? Көңіл көтеруіміз керек.